Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушыларым? Тригонометрияға байланысты сабақтарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Бүгін тригонометриялық функциялардың таңба, тұрақтылық аралықтары. Мінекей мен тақтада 3 шеңбер сыздым. Осы шеңбердің алдында мынау координата осьтерін салып отырмын. Қазір мынаны еске түсірейік. X, Y өзара перпендикуляр координата осьтері бүткіл жазықтықты бізде 4 бөлікке бөледі. Осы 4 бөлікті біз әр бөлік 90 градустан бірінші ширек, екінші ширек, үшінші ширек және төртінші ширек деп біз бөлеміз. Осы әр бөліктің іші 90 градустан біз және сағаттың тіліне қарсы бағытты оң бағыт деп алып тұрмыз. Қазір мынаны білейік. Y осьін өткенде айттым, синус деп аламыз. Демек, синус альфа, Y тең синус X бір жерге альфа демек, синус X деп қою. Вот енді альфа деп мен бұрыш бойынша көрсеткен үшін айтып тұрмын. Мына жерде былай жасайық. Синусты айтқан кезде мына Y осьін ерекше еске сақтаймыз. Мен Y осьіне стрелка қояйын да, X осьіне қоймай тоқтай тұрайын. Бұл бізге синустың таңбасын анықтауға мүмкіндік берсін. Кәдімгі 6-шы класстан бастап біз нүктелерді салуды білеміз. Бірінші ширектің X оң, Y оң. Екінші ширектің X теріс, Y оң. Үшінші ширекте X та Y та теріс. Төртінші ширекте X оң, Y теріс. Біз синусты айтқан кезде Y пен жүретін болғандықтан Y қай ширектерде оң болып тұр? Бірінші және екінші ширекте. Мінекей синус функциясы бірінші және екінші ширекте оң, ал төмен қарай бөлігі үшінші, төртінші ширек, үшінші және төртінші ширекте теріс. Косинус функциясына келеміз. Қазір косинус функциясына келген кезде мен X осіне ғана стрелка қоямда, Y осіне қоймаймын. Яғни, стрелка бізде нені көрсетіп тұр? Стрелка берілген функцияның таңбасының тұрақтылық аралығын көрсетіп тұр. Қазір косинусқа келеміз. X бойынша сөйлейміз косинусты. Олай болатын болса, X қай ширектерде оң? Мінекей бірінші және төртінші ширекте. Демек, косинус бірінші, төртінші ширекте оң, ал мына екінші жағы, яғни үшінші және екінші ширектер теріс. Олай болатын болса, мінекей мынау екінші шеңбер бізде Y тең косинус X функциясы үшін айтылып тұр. Келесі тангенс X және котангенс X функциялары бойынша айтқан кезде, мына жерде де бірден X деп қойып қояқ, балдар бізде бұл функция ғой. Келесі тангенс пен котангенске бір ғана шеңбер алып тұрмын. Неге? Өйткені бұл екеуі таңба ғой бұл жерде. Сондықтан екі стрелканда мен қазір былай қояйын да. Қай аралықтарда оң? Яғни екеуінің де оң болып тұрған жер. Бірінші ширек оң. Екеуінің де теріс болып тұрған ширегі екі. Яғни минусты минусқа бөлсең плюс болады, плюсты плюске бөлсең плюс болады. Ал біреу минус, біреу плюс болса, міне екінші ширек. Синус пен косинусқа байланысты айтып отырмыз. Екінші ширекте біреу плюс, біреу минус, онда минус болады. Сол сияқты төртінші ширекте де минус, плюс, минус. Демек, плюс, плюс, плюс қоямыз, минусқа минус. Неке мына жерде үшінші ширекте тангенс плюс қоямыз. Сонда тангенс және котангенс функциялары үшін бірінші, үшінші ширек оң болып тұр, екінші және төртінші ширек теріс. Бұл бізде таңба тұрақтылық аралықтары мінекей осылай анықталады. Өте қарапайым. Қазір бірнеше есептер көрсетіп, осы таңба тұрақтылық аралықтарды бекітетін боламыз. 21-де екінші есептің 6-шысын қараймыз. Тангенс 247 градус таңбасын анықтаңдар дейді. Я үлкен 2-ші 0-ден деп қоямыз. Яғни таңба анықтау деген сөз 0-мен салыстыру. Мына оң ба әлде теріс па дегенді білдіріп тұр. Алдыменен 247 градусты анықтаймыз. Бұл нешінші ширек? 247 біз білеміз. Шеңбердің ішінде бірінші ширекте 0 мен 90-ның арасы. Мына жерге альфаны былай жасап қояқ. Екінші ширек 90 менен 180-ның арасы. Мінекей қараймыз. Үшінші ширек 180 менен 270-дің арасы.
Төртінші ширек 270 пенен 360-тың арасы. Демек 247 градус деген мына 4 ширектің қайсысының ішінде? Әрине үшінші ширекте. Ал үшінші ширекте тангенстің таңбасы қандай? Оң, жаңа біз айттық. Міне 0-ден үлкен деп қоямыз. Келесі 8-шісі осы есептің. Синус 128 градус дейді. Және көбейтіліп тұр косинус 224 градус дейді. Мына жердегі дегенде біреу емес, бірнешеу болып мүмкін, кейде үшеу, төртеу де болады. Мына жерде таңбаны қазір анықтап төбесіне қойып отырайық. Алдыменен бұрыштық табамыз. 128 градус. 128 градус бізде екінші ширектің ішінде, ал екінші ширекте синус оң, төбесіне плюс қоямыз. Косинус 224 градус дейді. 224 градус бізде қай аралықта? 224 градус бізде үшінші ширекте, ал үшінші ширекте косинустың таңбасы теріс. Плюс пен минусты көбейту бар арасында таңба. Көбейткен кезде терістен шығады. Міне 0-ден кіші деп жауап береміз. Әрі қарайда осылай кете береді. Қалған есептерін өздерің шығарасыңдар енді. Қазір 21-де үшінші есепті көрсетейін. Оның да 6-шысы тангенсі оң болады дейді. Тангенс альфа 0-ден үлкен, косинус және деп тұр, косинус 0-ден кіші. 0-ден кіші. Бұл жерде не жасаймыз? Яғни альфаның нешінші ширекке тиісті болатындығын көрсетуіміз керек. Мына 4 ширектің қайсысына тиісті екендігін. Алдыменен мынаны қараймыз. Тангенстің оң болатын ширегін қараймыз. Осымен жұмыс жасайық. Бізде тангенстің оң болатын ширегі бірінші және үшінші ширек. Осы екі ширектің қайсысында косинус теріс? Косинустың теріс мәні бізде 1 мен үшінші ширектің қайсысында косинус теріс болып тұр бізде? Үшінші ширекте, мінекей, косинус үшінші ширекте. Олай болатын болса, біз жауап жазады екенбіз. Альфа үшінші ширекке қатысты деп. Яғни тангенсі оң болатын, косинусы теріс болатын ширек бізде үшінші ширек екен. Яғни екеуін біріктіріп жазып жатырмыз. Мынаны былай айт дегенде бүткіл шеңбер бойынша сөйле десе біз былай айтамыз ғой. Бірінші ширекте барлығы да синус, косинус, тангенс, котангенс бәрі де оң. Екінші ширекте синус оң, косинус теріс, тангенс, котангенс теріс деп айтамыз. Үшінші ширекте синус та теріс, косинус та теріс, тангенс пен котангенс оң дейміз. Төртінші ширекте косинус оң, синус, котангенс, тангенс бәрі теріс деп жауап береміз. Неке осындай ширектердегі таңбаны анықтаймыз. Келесі 21-де 4. 5-шін көрсетейін. Тангенс 15 пи бөлінген 4 дейді. Мына жерде балалар 15 пи бөлінген 4 деген сөз. Тангенс, бұлай есептеп жіберейік. Пиді 4-ке бөлсек 45 қой. 45-ті 15-ке көбейтсек 675 градус шығады. Ал 675 градусты қалай табамыз? Біз шеңберді бір рет айналғанда 360 градусқа келеді. Сонда 360 градуспен 0 градус беттесіп кетеді. Осыны пайдаланамыз біз қазір. 360 градус дегенмен 0 градус беттесіп кетеді. Демек, мына 675-ті табу үшін қай градусқа келіп тұрған білу үшін 675-тен 2 пиді, яғни 360 алып тастайық. Мына жерге жазайық. 675-тен азайтамыз 360-ты. Сонда бізде қалады 315. Демек, мына 675 градус дегеннің орнына тангенс 315 градусты алуға болады. Яғни 360 қайтадан неге келіп беттесті? 0-ге келіп беттесті. Демек, былай деп түсінеміз ғой. 360-ға 315-ті қоссақ, яғни градустар ғой. Сонда 675 градус шығып тұр ғой. Осы 675 градусымыздағы 360 түсіп қалады да 315 градусқа тең деп жауап береміз. Әрі қарай, енді 315 градус біз білеміз ғой қай ширекте екен. 4-ші ширек бізде таңбаны анықтау болып тұр, е? Онда 4-ші ширекте бізде тангенс
қандай болып тұр? Теріс. Осы 21-де 4-ші есептің 9-шысы косинус минус 3,5 пи деп тұр. Біз былай жасаймыз. Пидің орнына 180 ғой. 180-ді 3,5-ке көбейтеміз. Сол кезде бізде минус 630 шығады. Демек, косинус минус 630 градус деп аламыз. Одан кейін осы 630 градусты 360 градус арқылы жазуымыз керек. 360 түсіп қалатындай қылып жазуымыз керек қой. Сонда минус 360 минус 270. Яғни екеуін қосқанда 630 шығады. Әрі қарай мына жерде минус 360. Яғни сағаттың тіліне біз қарсы бағытты оң бағыт деп аламыз, ал теріс бұрыш болса сағаттың тілмен бағыттас бағыт аламыз. Мына жерде 0 градус қой. 0 градустан сағат тілі бағытпен айналған кезде минус 360-ға келеді. Сонда минус 360 қайтадан 0-дің үстіне беттеседі. Сол кезде мына минус 360 түсіп қалады да косинус минус 270 градус болады. Ал бұл дегеніміз 270 градус енді плюс емес минус таңбаймен 0 градустан бастаймыз. 270 градус неге? Төмен қарай сағат тілмен бағытпен жүреміз. Минус 90, минус 180, минус 270. Минус 270 ол деген сөз 90 градуспен беттесіп тұр. Сонда косинус минус 270-тің орнына косинус 90 градусты да алсақ болады. Ал косинус 90-да неге тең бізде? Косинус 90-да 0-ге тең. Келесі В тобынан 21-де 9-шы есеп мынандай 3 көбейтінді түрінде берілген есептің таңбасын анықтаймыз. Тангенс 145. 145 бізде екінші ширек, ал екінші ширекте тангенс теріс. Косинус 220 градус. 220 градус бізде үшінші ширек, косинус үшінші ширекте теріс. Келесі 335 градус бізде ол төртінші ширек, тангенс төртінші ширекте теріс. Демек, 3 минус бар, яғни минустардың саны тақ болса, оның көбейтіндісінен теріс сан шығады. 0-ден кіші деп айтамыз. Ал 21-де 11-ші есеп былай жазылған, енді альфа қай ширекке тиісті дейді. Мен қарапайым былай тілде түсіндірейін. Егер осы есептер өзі 8 ба, 9 ба есеп осындай көбірек. Сол есептерден егер модульмен тұрса, модульден кейін теңдік тұратын болса, онда мына синустың таңбасына қарап айтамыз. Яғни синус қай ширектерде оң. Бірінші, екінші ширек па, онда альфа тиісті бірінші және екінші ширекке деп жазамыз. Мына ширек деп қояды. Ал теңсіздік болған кезде қалай орындаймыз? Теңдіктің бәрін осылай жасай берулеріңе болады. Теңсіздік болса, біз былай деп түсіндірейінші балалар. Мына модульдің ішіндегі санды 0 деп қарайықшы, 0 деп түсінеміз. 0 деп түсінекті, мынау косинус альфа 0-ден кіші болып тұр деген мағынаны білдіріп тұр деп түсінейік біз. Сол кезде косинустың 0-ден кіші болатын, яғни теріс болатын ширектері бізде қайсы? Ол екінші және үшінші ширеге. Демек, альфа тиісті екінші ширекке және үшінші ширекке дейміз. Үшінші ширекке. Келесі, мен сол теңсіздік болған жерлерді ғана түсіндіріп өтейін. Тангенс альфа модулі кіші тангенс альфадан. Жаңағы менің мына қарапайым тілде түсіндіргенімде, мына жерде 0 деп қараймыз, тангенстің 0-ден кіші мәні деп аламыз. Яғни теріс мәні деп алсақ, ол бізде қай ширектерде? Екінші және төртінші ширекте. Екінші, төртінші ширек. Келесі, котангенс 0-ден кіші деп тағы да айтам. Мына жердегі 0-ден кіші деп қарастырамыз. Котангенс пен тангенстің бізде таңбалары бірдей ғой. Олай болатын болса, ол да екінші және төртінші ширек дейміз. Мінекей құрметті оқушылар, осымен тригонометриялық функциялардың таңба, тұрақтылық аралықтарына арналған сабағым аяқталды. Бүгінге бізде келесі сабақ берілген функциялардың тақ жұптылығы бойынша айтамын, теория және периодтылық бойынша. Осы екі тақырыпты бірге біріктіріп жіберейін, соған байланысты теория және практика болады. Келесі сабақты жіберіп алмас үшін біздің арнамызға міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басамыз және достарымызбен бөлісіп отыратын болайық. Келесі сабақта кездескенше.